Мәскеу Алматы бағытымен ұшып келеміз. Бүкіл одақтық жазушылардың кезекті бір съезіне келеміз. Арамызда қонақ ретінде шақырылған 4-5 ақын жазушы бар. Қалғандарымыз түгелдей делегатпыз. Жалғыз ұшқаннан гөрі көппен ұшқан ғанибет. Қатар-қатар отырып, уақыттың қалай өткенін де сезбейсің. Мен ұшақтың сол жақ қапталында иллюминатордың түбінде отырмын. Астананың үстінде ұшып жүрміз. Қонатында кезіміз болған. Әне қонамыз, міне қонамыз деп қобалжып отырмыз. Менің орным дөңгелектің дәл үсті екен. Әлсін-әлсін тыртыр етеді. Сәл тоқтайды, қайтадан тыртырлайды. Біраздан кейін түсіндім. Самолеттің бауырындағы бүгіп алған шассиі шығайын дейді, шыға алмайды. Шығайын дейді, шыға алмайды. Біраз уақыт өтті. Мәскеуде шыр айналып ұшып жүрміз. Алматы рейстері көбіне көп Внуково аэропортына қонады. Неге екені белгісіз, әуелден солай. Бір кезде стюардесса ұшақ Шереметьевоға қонады деп хабарлады. Терезенің түбінде отырған адамның бір артықшылығы бәріне қарап, бәрін көреді. Байқайым, Астанада жаңа ғана нөсер құйып өткен сияқты. Айнала шалшық, айнала көлшік. Қаптаған жедел жәрдем көліктері. Көп болғанда да көп. Кәдімгі бір автопарк. Қысқасы, 1 сағаттан артық ұшып, әрең дегенде қондық. Қонғаннан кейін барып білдік. Шассиіміз шықпай қойғаннан кейін диспетчер ұшқышқа бензиннің біткенше ұш, біткеннен кейін барып шалшыққа қон деп бұйрық бергенге ұқсайды. Әлгі қаптаған жедел жәрдем көліктері сол қауіпті жағдайға байланысты шақырылған болып шықты. Бірақ жаратқан жар болып аман есен қоныппыз. Менің мұндай ұзақ сапарларда үнемі қалтамда жүретін бармақтай ғана сувенир Құраным болатын. Енді ғана байқадым, сол қолымда жүр. Құдайсыз заманда туып, Тәңірін мойындамай өскен атеист батырдың жаны қысылғанда Құранға жармасқан ғой. Өзімнен өзім күлген болдым. Бірақ ол қайбір жетіскен күлкі дейсің. Қанша дегенмен Алланың арқасы болу керек. Аман есен жер ананың құшағынан бірақ шықтық. Бұл менің аспан апатынан бірінші рет аман қалуым емес, екінші рет. Бірде қай жыл екені есімде жоқ. Бір үлкен тойға барған болуым керек. Орал аэропортында барлық тексерулерден өтіп, самолетке отырып, құрыш қанат құсымыз біраз жүгіріп барып тоқтады. Самолет ұшпайтын болды. Техникалық себептерге байланысты бұл ұшақ бүгін ұшпай, ертең ұшады деді. Сөйтіп самолет қарқын үстіне қарқын алып, жерден көтеріле бергенде дөңгелегі өртеніпті. Біз түскен кезде оның әлі де сөніп үлгере қоймаған түтінін көрдік. Егер біз сол ұшқаннан ұшып кететін болсақ, Алматыдан емес, о дүниеден бірақ шығады екенбіз. Ежелгі заманда Анахарсис деген бір данышпан айтқан екен. Адамдардың 3 түрі бар. Бірі тірілер, бірі өлгендер, бірі теңізде жүргендер деп. Сол үшіншісін теңізде жүргендер емес, көкте жүргендер деп өзгертсек, дұрысырақ болар еді. Өлім дегенің өлім. Одан қаймықпайтын адам жоқ шығар. Ертеме кешпе алатын ажал қайткенде де алып тынады әрине. Әйтеуір бір келетін өлімге мойынсыну жасықтық емес. Оның өзі адами ақылдың белгісі. Одан қорқып керегі жоқ. Шынын айтсақ, адамның көбі мен өлемін-ау деп қайғырмайды. Артымда қимастарым, бала шағам, көп жыл отасқан қосағым, жақын жуығым, дос жарандарым қаладау деп қайғырады. Оның үстіне біздер өнердің, сөз өнерінің өкілдеріміз. Ана шаруам бітпей қалдау, мына шаруам бітпей қалдау деп өкінуіміз мүмкін. Міне, осындай ойлар бірінен соң бірі келіп, сол түні мен біразға шейін ұйықтай алмадым. Бала кезімде және бозбала кезімде маған ажал 2 мәрте ит болып жармасқанды. Бірінші рет біздің үйден 3-4 шақырым жерде тұратын қойшы нағашыма барам деп адасып кетсем керек. Басқа бір шопанның отарына тап болыппын.
Мені алыстан байқап қалған нағыз бөрі басар, тай өгізде үлкен төбет маған қарай бет алып құйындатып келе жатты. Тау соғар деп айқайлаған есін тыңдамай екпіндетіп келіп те қалды. Бастауыш сыныптарда оқып жүрген тіптен бала кезім. Қорыққаннан даусымда шықпай, тіптен қашуға да шамам келмей, еш жоқ түс жоқ телміріп тұрып қалсам керек. Әлгі алпауыт үлкен ит құйындатып келіп жетті де ұрып өтті. Мен әрине бірден ұшып түстім. Ұшқанда да қалпақтай ұштым. Бір емес, бірнеше мәрте аунап тұрған тәріздімін. Бір мезгілде жан ұшырып иттің иесі де келіп жетті. Құлатуын құлатып, бірақ таламағанына таң қалған қойшы итін ұстап, ырсиған аузын ашпақ болып еді, аша алмады. Деді ол, бәсе, жағын қарсып қалған екен ғой. Әйтпесе бұл адам түгіл, қасқырдың өзін жүндей түтетін дүлейдің өзі емес пе? Құдайың бар екен, құдайың деп үйіне алып барды. Айран-майран беріп, жағдайымды айтқаннан кейін нағашымды таниды екен. Атына мінгестіріп, апарып салды. Бір ғажабы, осыған ұқсас бір жағдай студент кезімде екінші рет қайталанды. Алматыда пәтерде тұратын бір-екі жерлесім барды. Соларды іздеп барғам. Ол үйдің де үнемі байлаулы тұратын қабаған иті болатын. Үргеннің өзірей, сұсты, қорқынышты, қасқыр ит. Үйге кіретін есіктен аулағырақ жерде шынжырлаулы тұрады. Бейтаныс біреу-міреуді көргенде, ата жауын көргендей, аузынан су ағып, көзі қанталап кетеді. Бар күш қуатымен жұлқынғанда, темір шынжыр шыдамай бір жерінен үзіліп кетердей, зәрін кетеді. Бұл жолы сол шынжыр шынында да үзіліп кетті. Біттім деп ойладым. Қалай қорыққанымды, қалай сасқанымды суреттеп жеткізу мүмкін емес. Бірақ бір ғажабы мен ғана емес, үзіліп кеткен кезде не істерін білмей, иттің өзі сасқан сияқты. Құйрығын бұлғақтатып, қыңсылап кері қашты. Үйшігіне кіріп, есі шыққанша жатып алды. Есі шығып еді, құйрығын бұлғақтатып жетіп келді. Маған тіпті мән берген жоқ. Невероятно, как он сорвался, как он не разорвал тебя. Странно, деді қожайыны. Шынжыры үзіліп кеткен босанған иттің, долы иттің мені қаппағаны менің де ақылыма сыймады. Мен өзі ит жылы туғам. Соның бір қатысы жоқ бекен деп те ойлайым. Солай болуы да мүмкін ғой. Бұл өмірдің құпиясына кім жетіп болған? Негізгі әңгімеме қайтып оралайын. Жоғарыда жазып өттім. Аспан апатынан аман қалып, қонақ үйге келіп орналасқаннан кейін шынында да көңіл күйім бола қойған жоқ. Өңшең бір қиын кездерім, ауыр кездерім есіме түсіп дөңбекши бердім. Ал ондай күндер менің басымнан көп өткен. Өлім аузынан қайтқан сәттерді еске түсіру, өлім аузына тағы бір барып қайтқанмен бірдей. Бірақ естелік адамға бағынбайды. Заманның түзу кезінде Қара теңізге жиі барып тұратынбыз. Менің өзім өзен бойында туып, бүкіл балалығым сол өзеннің жағасында өткен. Жақсымал деймін, Қара теңіз, Ұлы теңіз. Сол Ұлы теңіздің біраз жеріне шейін жүзіп барып, жалғыз өзім шалқамнан жатып демалатынмын. Сөйтіп, жан рақатына батып, жүзіп жүргенімде бір аяғым құрысты да қалды. Құрысқан жер құр сіресіп қана қалмайды. Арқан ескендей бүкіл бұлшық етіңді бұрап, денең ұршықша айналады. Мұндайда адамға ең керегі сабыр. Үрейге берілсең, су түбіне кеттің. Құдай сақтағысы келген болу керек сірә. Қиында болса сабыр тұтып, су ішінде шыр айналып жүріп, құрысқан аяғымда уқалауға кірістім. Теңізшілер әдетте іш киіміне түйреуіш қадап жүреді. Құрысқан жеріңе түйреуіш шаншысаң, құрысқаны бірден тарайды. Менде түйреуіш жоқ. Енді не істеймін? Бар болғаны жанымды салып, уқалай бердім.
абырой болғанда сол әрекетімнен нәтиже шығып, аман есен жағаға жеттім. Бала кезімде де су мені бір рет жұтып қоя жаздаған. Онда жағалауда мал суаруға келген бейтаныс біреу көріп қалып, ажалға ара тұрған еді. Енді міне екінші рет. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің дейді қазақтар. Ең бір қиын, ең бір қауіпті сәтті мен екінші курста оқып жүргенде басымнан кешкем. Көздің қара суық күн еді. Екінді ауып бара жатқан шақ. Қасымда әрі курстас, әрі қаламдас, көңілде сақын досым Еркін Ібітанов бар. 28 Панфиловшылар паркіне кіріп келе жатқанбыз. Қақпадан өте бергенде алдымыздан сақал мұрты әбден өскен, жейдесінің жеңі түрулі, қол сағатынан шынтағына шейін қалың жүн қаптап өскен бір дүлей жігіт ойқастап шыға келді. Қай ұлттың, қай халықтың өкілі екені белгісіз. Анығы әйтеуір қазақ емес. Орысша бірдеңелерді айтып, менің шыбықтай жіңішке білегіме жармаса кетті. Екі көзі қып-қызыл қанталап тұр. Қолдары да қуатты екен, сіңірлі саусақтары сығымдап алып барады. Көзіме бірден түскені селебе пышақ. Бәрі оқыс, бәрі тез болғаны соншалық, тіпті кәдімгідей қорқып та үлгере алмадым. Құдай маған о бастан еңгезердей дене бермеген. Мектеп бітіргеніме де 1-2 жыл. Небәрі екінші курстың шәкіртімін, сидиған арықпын. Оның үстіне жартылай ашпын. Жел соқса ұшып кеткелі тұрмын. Освенцумнан осы жаңағыны шыққан шынжау еврей сияқтымын. Оған әлгі тұла бойы жүн-жүн болған жабайы күшке қарсы тұрар қауқарым жоқ. Ол өткір көзімен ішіп жеп тесірейе қарады да, мына мелюзганы өлтіріп абырой алмаспын дегендей, қысқыштай қуатты қолымен сілкіп-сілкіп итеріп жіберді. Әлденеден секем алды ма, әлде бірдеңені байқап қалды ма, парктың күнбатыс қақпасына қарай жүгіре жөнелді. Қасындағы Еркінге қарасам, қызыл шырайлы бетінен қаны қашып, боп-боз боп кетіпті. Ол менен де көрі қаттырақ қорықса керек, тілі күрмеліп қалыпты. Біразға шейін сөйлей алмады. Өстіп, анда-санда бір үркітіп, бір қорқытып қойып, тағдыр мені әзірше аман сақтап келеді. Рас, 60-қа тола сала дәлірек айтсам, 61 жасымда яки мүшелімде менің жүрегіме қаяу түсті. Содан бері мен екігіден қорқам. 10 кардиограмманың 9-ы ойбай салып безектеп тұрады. Мені қойш, менен бұрын дәрігерлердің зәре құты қашып, жатыңыз, емделіңіз деп бәйек болады. Солардың талабымен ауруханаға бірнеше мәрте жатып шықтым. Құдайға шүкір, әзірше жер басып жүрген жайым бар. Қалай қабылдауға, қалай түсінуге болады? Осының бәрі бірінен кейін бірі келген қат-қабат кездей соқтық па? Егер мән-мағына соқсас қауіпке толы құбылыстар бір емес, бірнеше мәрте қайталанса, ол өзі жай ғана кездей соқтық емес, заңдылық болып шықпай ма? Ал егер заңдылық болып шықса, мені осынша аласапыран, алақұйын жағдайдан аман алып қалып, желеп-жебеп жүрген қандай күш, қандай құдірет. Біраз дүние жазылды, жазылмағаны, бірақ одан да көп, 3-4 есе көп. Оның да себебі жоқ емес. Өйткені кейіпкерлерімді, көргендеріме білгендерімді барынша сұрыптап алдым. Біреу-біреуді ренжітетін, шала-шарпы білетін немесе көңілім қаламаған дүниелерді кейінге қалдыра тұрғанымда дұрыс деп таптым. Қысқасы, қағазға түспей қалған естеліктерді байқайым, енді жазып жарытпаспын. Ең басты себебім шаршадым. 50 жыл бойы үзбей жазып келем. Мәңгілік двигатель тәрізді жұмыс істеппін. Бірер күн, бірер апта, бірер ай қағаз қаламнан қол үзіп қалған кездерім болған шығар.
бірақ 12 ай яки 1 жыл жазбай кеткен кезім болған жоқ. Заманымыздың ең әйгілі жазушыларының бірі Жорж Симиньон осыдан бірнеше жыл бұрын 70-ке толды. Бельгия оны мемлекеттік деңгейде кереметтей атап өтті. 70-ке келген жазушының 70 томын басып шығарды. Міне сол кезде Жорж Симиньон бір журналистпен сұхбаттасып отырып шаршадым. Енді жазғанды қоям деп айтып қалды. Және айтқанын істеп сол кезде тірі ауру анасының басында отырып шешесін бақты, күтті. Анасы дүние салғаннан кейін «У изголовья матери» деген кітап жазды. Менің анам осыдан 4-5 жыл бұрын ғана қайтыс болған. Демек менде ондай қауіп жоқ. Дем алсам деген ойым бар.